Дочама жыным келеді. Әр сөздің киесі бар. Қазіргі тілмен айтсақ, әр сөз, әр ой, ол энергия, магнит. Олай болса, баламызға жақсы сөз айту, әсіресе оны өз ана тілінде айту өте маңызды. Сіз балаңызды қалай еркелетіп жүрсіз? Қазіргі жастардың балаларын доча, сина деп еркелеткені маған бір түрлі түйіледі. Сол еркелету сөзді өз ана тілінде айтса, балаға сіңімді болама деген ойдамын. Мен өз балаларымды шуағым, таңым, қаймағым, дүлдүлім, ертеңім, ертегім, қызығым, ажарым, базарым деп еркелетемін. Сіз өз балаңызды қалай еркелетіп жүрсіз? Сіздің доча, сина дегенге көзқарасыңыз қалай? Сол туралы өз ойыңызды комментарийде білдіре кетіңіз. Арнама тіркел, лайк басуды ұмытпаңыз.